Сәлем, сіздермен жол болғыш және бүгінгі видеоның тақырыбы айнала шулы болғанда қалай кітап оқимыз. Бастайық. Ең бірінші мен үйренгендеріңіздей өзіме нақты үш бір кеңесім жазып қойдым, өзім қолданатын және өзім бастапқыда қолданып жүрген. Оларды максимально есіме түсіруге тырыстым, өйткені қазіргі таңда менде ондай сұрақ туындамайды, ондай проблема да туындамайды. Өйткені мен айнала шулы болса да кітап оқуға және өзімнің қалай айтса болады, назарымды тек қана кітапта ұстап тұруға үйрендім. Ең бірінші ол концентрацияны жақсарту және жаттығу. Өйткені жаттықпайтын болсаңыз, концентрацияны жақсарту мүмкін емес. Ол жай ғана өзіме өзі пайда болатын нәрсе емес, ол кәдімгідей сіздің бір аяққа, қолға жүгіру, барлығы ол жаттығу түрлері, және концентрацияны дамыту, ол да бір жаттығу керек. Ол жайдан жай сіз кітап оқи беретін болсаңыз, мысалы ретінде, ол өзіме өзі пайда болмайды. Әрине ол пайда болуы мүмкін ұзақ мерзімнен кейін, бірақ егер қысқа мерзімде результатқа жеткіңіз келсе, онда сізге оны кәдімгідей отырып жаттығу керек. Және ол үшін мен бірнеше кеңестер дайындап кеттім. Өзім кезінде қолданған және басында мені қоршаған адамдар түсінбейтін еді, не істеп жатсың деп, бірақ ол үшін менде менің концентрациямды бірнеше есе арттыруға көмектесті. Яғни ең бірінші нәрсе ол сіз мысалы орыс тілінде кітап оқып жатырсаңыз, басында шет тілде өлеңді қосып қойып кітап оқу. Яғни өлеңге беріліп кетпей, немесе өзіңіздің сүйікті өлеңдеріңізді таңдасаңыз болады, сіз сөзін жатқа білетін. Сіз өлеңге назарыңызды бөлмей, кітапқа толыққанды назарыңызды бөліп, кітапты ұмытып кетпей, кері қайта оқи бермей, нақты сол кітапты оқуды жалғастыра беру керек. Және сіздің миыңызда өзіңіз тексере алатын шығарсыз, мен түсіндім ба, есімде қалды ма оқыған кітабым, әлде қалмады ма деген сияқты. Екінші, сәл қиынырақ, ол шет тілде емес, мысалы орыс тілде оқып жатсаңыз, орыс тілдегі өлеңді тыңдау, қазақ тілінде оқып жатсаңыз, қазақ тілінде өлеңді тыңдау, және сол қазақ тілінде сіз құлағыңыз бір информацияны қабылдап жатырған кезде, сіз миыңызды құлағыңызға бір руль беріп қоймайсыз, сіз тек қана миыңызға өзіңіз бір команда ретінде беріп қою керексіз. Мен осы бүкіл назарым кітапта болу керек оқып жатырған. Және кітапта, яғни сіз оқып жатқан нәрсеңіз, көзбен қабылдап жатқан ақпаратыңыз және естіп жатырған ақпаратыңыз екеуі бір тілде болғандықтан басында сәл қиындау болады, бірақ бұл жаттығудың арқасында сіздің концентрацияңыз біршама есе дамиды, жақсарады. Өйткені бұл шынымен де действенный способ дейді ғой, бұны өзім істеп көремін. Яғни осымен болды. Екінші, бізде құлаққап кию, яғни наушники. Және егер құлаққап киіп, сәл мысалы шумоподавление деген сияқты бар қазіргі кітаптарда, яғни қоршаған ортада болып жатырған бүкіл дыбыстарды сізге естіртпейді. Бірақ егер сіздің құлаққабыңыз соншалықты мықты болмаса, онда классикалық музыка қосып қоюға болады. Жай музыкаға қарағанда, жай музыканы тыңдап жатырғанда, ол жерде сөздері болғандықтан және бір нақты бір қозғалысқа тартатын мотив болғандықтан, ол сіздің ойыңызды әрқашан бөлініп кете береді, сіздің ойыңыз. Ал егер классикалық өлең болса, музыка болса, онда ол жайлы, бір тыныштық сыйлайтын және кітап оқуға бір атмосфераны тудыратын өлең. Яғни классикалық музыканы артынан да бірақ адамдардың дауысын еститін болсаңыз, онда сол жерде сізге концентрация керек болады. Және үшіншісі, ол сіздің осы концентрацияны дамытып жатырған кезде қысқа мерзімнен бастау. Ол дегеніміз бір сағат отырып алып өлеңмен кітап оқымау, ол дегеніміз бір 10-15 минут оқу
күнделікті 10 минут сүйікті өлеңіңізді қосып қойып кітап оқуға тырысу, назарыңызды кітапта ұстау. Назарыңыз басқа жаққа бөлініп кетіп бара жатқанын көріп тұрсаңыз, оны ұстап қалып кері кітапқа қайтару. Өйткені сіз оқып жатырған кітапқа сіздің толыққанды назарыңыз бөліну керек. Яғни сіз көзіңізбен бүкіл информацияны оқисыз және қабылдайсыз. Сондықтан сіздің бүкіл назарыңыз осы көзіңізде болу керек. Не естіп жатырмын, не болып жатыр, тіпті андай рефлекс болады ғой, мысалы сіз бөлмеде отырасыз, біреу кіріп келеді, соған бұрылу, ол да андай аппликация, яғни сіздің рефлексіңіз сіздің назарыңыздан әрине оның күші қаттырақ, бірақ оны да дамытуға болады. Яғни отырып бір целенаправленно, яғни сол сіздің мақсатыңыз болсын, концентрацияны дамыту, тіпті шулап жатырған бөлмеде де оқып жақсы жаттығу жасауға болады. Яғни музыка қоспай, жай ғана қоршаған ортаңызда адамдар сөйлеп жатады. Адамдар мысалы қазақша, орысша сөйлеп жатады. Сіз сол орысша немесе қазақша кітап оқып жатасыз. Сол адамдардың айтып жатқан әңгімесінде емес, ол андай задний фон, белый шум сияқты болу керек. Сіздің концентрацияңыз қатты дамыған деңгейге жеткен кезде сіз оны түсінесіз. Өйткені шынымен сіздің бүкіл назарыңыз кітапта, тіпті сізге біреу сіздің есіміңізді атап, сізден бірдеме сұрап жатырса да, сіз байқамай естімеуі де мүмкінсіз. Бірақ сіз құлаққа киіп отырған жоқсыз. Ол жай ғана жақсы бір концентрацияның белгісі. Міне осылай өзіңіздің концентрацияңыз дамыды, не дамымады деген бір тексерістен өткізе аласыз. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Және комментарийда сіздер қалай шулы бөлмеде немесе шулы қоршаған ортада қалай кітап оқисыз және назарларыңызды бөлмейсіз, жазып кетсеңіздер болады. Маған білуге өте қызық, шыны керек. Мен өзім қолданатын, өйткені тек осы 3 лайфхак десе болады. Күн білгендеріңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.